Сәлеметсіздер ме? Өздеріңіз танитын Сәриева Әсеткүлмін. Бүгінгі күні мен сіздерге жас балалардың қан аздығын қалай емдеу туралы айтқым келіп отыр. Балаларда қан аздың ауру көп кездеседі. Мұндай ауру балалардың өсуіне, жетілуіне, денсаулығының ақаусыздығына, ақыл-ой парасатына, ойлау, сөйлеу жағынан жетілуіне ауыр дәрежеде нұқсан келтіреді. Балалардың қан жетіспеуінің көп ұшырайтын түрі темір жетіспеуінен қаназдық болып табылады. Балаларда қаназдық ауруының басты себебі бала ана құрсағында жатқан кезден басталады. Мысалы, жүкті кезде дұрыс тамақтанбауы, желік асын жей алмауы, құштар болып тәбеттенген асына дер кезінде қоректенбеуі, іштегі баланың қан аз болып, нәзік иммунитеті төмен болуына әкеп соқтырады. Жүкті әйелдердің желік токсикоз кезінде бір тамақтан жиіркенуі, ештеңе жей алмай көп құсуы іштегі баланың өсіп жетілуіне және қан аздық ауруымен тіпті баланың шала тууына апарып соқтырады. Сондықтан аналар жүкті кездегі желік асын кемітпей жеп отырған дұрыс. Желік асын жейтін болса, ары қарай тамақтан жиіркеніп қалуы тіптен тоқтайды десе де болады. Осы ауруларға жәрдем бере аламын, сондықтан WhatsApp-қа маған жазыңыздар. Бала дүниеге келгеннен кейін анасының 3 күндік уызын толық ему керек. Бұл 3 күндік уыз баланың бүкіл өміріндегі генетикалық жақтан өсіп өнуіне үлкен дәрежеде ықпал етеді. Қазақта сөз бар, уызына жармаған екен деген сөз осы жағдайдан шыққан сөз. Тіпті ақыл-ой рухани жақтан, тәндік бітім, іш жақтан толық толысуына уыз емудің айрықша ықпалы бар. Қазақтың анамның ақ сүтін ақтаймын, не анамның ақ сүті атсын деген сөз тіркестерде дене мен ақыл-ойдың толысып жетілуіне қарата айтқан болу керек. Ал баланы тоқ ету үшін алдымен омырау сүтін беретін ана үнемі қоректеніп отыру керек. Өзіне қоректі тамақпен тамақтанған ананың сүті арқылы қосалқы қоректер мен өзіне қоректі тамақпен тамақтанған ананың сүті арқылы керекті қосалқы қоректер мен дәрумендер балаға ана сүті арқылы қажет элементтер балаға барып отырады. Біздің бұрынғы үлкендерімізден айтылған тағы да жақсы мақалдың астарына ананың сүт парызының жатқанын түсінуге болады. Сүт парызының жатқанын түсінуге болады. Бұл видеомда түбірі терең адам генетикасын жастар түсіне жүрсін деген оймен жазып отырмын. Мұндай түбі тереңнен келетін ана сүтінің құдіреті жастардың түсінгені керек болады. Қазір интернеттен техникаға көп көңіл бөлеміз. Қазақилық дәстүрдің және дүниелердің керек ететін жастарымыз да бар. Ана сүтінің киелі екенін білудің өзі ғажап. Емізіп отырғанда анасының өзі сезініп отырып емізсе, көкірегінен сүтті жақсы шығады. Жастарымыз үлкендерді қадірлеп, сыйлауы да ана сүтінің қадірін түсінгенде адамның ойы түзеледі. Сіздерге видеодағы естігендеріңіз ұнап жатса, комментарий жазып, лайк басып, менің каналыма жазылып, қоңыраушаны басып кетсеңіздер, білген ой кеңесімен бөлісіп отырасыздар. Қашанда тектел екенімізді ұмытпай, аналарымыз ұрпақтарына ақыл оймен бөлісе отырса, нұр үстіне нұр болады. Аналарымыз өмірде ауырмай, өмірге дені сау ұрпақ әкелейік. Аналарымыз ақылды болса, аналарымыз салмақты болса, аналарымыз иманды болса, біздерден шыққан балалар да иманды болып туылады. Және осының бәрін үйретіп отырғанымыз жөн. Ауырмайық.